Ер жасы дейді, өте әлем жас. Біз де ол жастан өткенбіз. Сондықтан сізге енді біз сияқты 60-ға да толып кетіңіз. Біз енді 62-ге аяқ басып отырмыз, міне Құдай қаласа. 61-ге толып кеттік енді. Сіздер де бізді қуып жүре беріңіздер. Біз алдымыздағы аналарымызды, әкелерімізді қуып, сол кісілердің жасына қарай армандап жете берейік. Жаңағы қуанышқа ұласа берсін. Замаштың артынан қарындастары ма, бауырлары ма, алла қаласа ере берсін, жалғыз болмасын, жалғыз ағаш орман емес дегендей, Алла тағала беріп жатса, дүниеге немерелеріміз келе берсін. Мынау енді сол елу жас ер жасыңызға енді мен размеріңізді білмеймін, сондықтан костюм-шалбар $1000 сізге табыстаймын. Қайда боласыз? Екі ауыз сөз айтасың? Ал тойларыңыз құтты болсын. Біріншіден барлық айтылған тілектер періштенің құлағына шалынып орын ала берсін. Заманбектің туған күні құтты болсын. Ой, туған күні. Ердің жасы 50 дейді ғой. Сондықтан 50-ге толып, мынандай туған-туысқан, құда-құда жекжат ағайынның бәрінің басын қосып, үлкен той жасап жатыр екенсіз. Тойыңыз той болсын. Өте қуаныштымыз. Тойыңыз құтты болсын. Енді жерде біздің заманның биігі болған Заманбек ағамыздың атын беріп немереңізге ырымдап, сол Зәкеңнен кейін бұл немереңіз 80 жылдан кейін өмірге келген екен. Сондықтан Заманбек аға деген енді бұл қазақтың беткесі бар үлкен азаматы болған. Зәкеңнің мен өзім шәкірті болдым. Зәкеңнің қол астында 6 жыл жұмыс істедім. Сондықтан оны әрқашан мақтанудан және де айтып жүремін. Сондықтан енді Зәкеңнің қазаққа деген сіңірген еңбегі үлкен көп. Оны жасыруға болмайды. Ол әлі өзінің тарихта орын алмай жүрген үлкен біздің ағамыз, атамыз деуге де болады. Сондықтан енді мен өзімнің туған жездем ретінде айтып жатқан жоқпын. Зәкеңді қазақтың бір үлкен азамат ретінде айтып жатырмын. Сондықтан енді Зәкеңнің атын ырымдап қойған екенсіздер. Заманбек баламыз үлкен әкесінің аты Әлихан болса, сонау қазақтың алашордасын бастаған кезіндегі. Сондықтан енді Әлиханнан туған, ардақ атамыздан туған, құдамыздан туған бала жаман бала болмайды деп өзім ойлаймын. Сондықтан Заманбек баламыздың үлкен басқан қадамы құтты болсын. Оны және де мынау сіздің жан жолдасыңыз деп жатыр, ел ағасы деп жатсыз. Сондықтан ең бір жағын Мәкең естіп жатса, біздің қазақтың маңдайына біткен жары жұлдыздарының бір. Сондықтан ол баланың өмір ақ болсын, тек жақсылық болсын. Құдағилар барлықтарыңызға мынау той болсын, тойларыңыз құтты болсын. Секе құралай, мынау енді балалар да сізге енді бөтен емес қой бір жағы. Сондықтан тойларыңыз той боласа берсін. Осы жерде тұрған қауым Мәке сізге мыңдау рахмет. Басыңыз енді сонау Алматыдан жаңа айтып жатыр ғой. Ол кісі осыдан бір 3-4 ай алдына өзін жоспарға қойған адам ғой. Сондықтан бар жоспарын бәрін шегеріп, осы сіздердің тойларыңызға, сіздердің бір ауыз сөздеріңізді далаға тастамай келіп отырған Мәке сізге мыңдау рахмет. Жоғарыда отырған аналарымыз аман болсын, аталарымыз аман болсын, тойларымыз той қаласа берсін. Тек жақсылықта кездесуге жасын. Рахмет. Той болмасын, айналайын, халқым елім, тойға жиналайын. Ал мына құда-құдағым, қызым, тұрмысқа беріп ошақты мына, басына бас қосылып, 2 бастан 3 басқа айналып отырған, бүйттей Зәкушамыз аман болсын жаным. Біздің атақты Зәкушамыз болған, бұл дүниеде әзір жоқ. Сол Зәкеңнің қадір-қасиеті берсін саған. Ел билейтін, халық билейтін, халықтың қадірлі Зәкуша бол, айналайын. Сенің қызыңды көрсін. Зәкушаның аты міне 2-ші рет Қазақстанға жайылып, атақты бір Зәкуша болуға Алла нәсіп етсін жаным. Құдамның аты кім еді? Ардақ. Сіздің атыңыз Айнұр. Ардақ екеуміз қосағымыздың қосағарымыз. Мына 50 жасына ғасырдың жартысына келіп отырсыз ғой, бір ғасырға шейін
болсын. Осы міне маңдайыма біткен ұлымның қызығын көр қылмын. Басыма бас қосып, немере көбейсін, халық өссін, ел өссін. Осы баламен көрпейміз, балаларымыз өсе берсе, осылар Қазақстанның басын көтеретін, Қазақстанның төрінде отыратын осы ұлдар мен қыздар ғой, құлындарым. Алла тағала келер қызықты тоймен өткізейік. Сіздің енді мына Yeni canım, hayır, Kuday aynı, mineki, aynı sunday oksasın kudumanın, şaşırımın, kızı karşıda karamın, balanın casızak olsun, benim mınav, kurabayın ve seririminin, жақсылап қызықтан той жасап жақсы жерге келіп болмақтан да қуаныштымын жаным. Жасымыз ақ болсын, бергеш қызым. Аман бол, қозағың бол, жанымыз ақ ұша, өз ақ ұша. Рахмет, елші тамам болсын. Тойға жинағайық, ана тойда кездесейік. Енді денimiz sağ болып, отанымыз, халқымыз аман болып, пәле жаладан халыққа келген Қазақстанды аман қылсын. Тойға келіңіздер, сау сәлемет болайық. Аузы дуалы, сөзі бәрі, аяулы аналарымыздың, әкелеріміздің айтқан тілектерге баталған Аллах қадіресіздер дейміз. Әлемді тілек жалғастырайық, Аллах қош келдіңіздер, Аллах қадіресіздерге. Көзін тоятын, үлгі алларлық, әдемі айғанда үй отырған әдем отбасының берекелерге сылық болсын. Бүгін бір емес бір әулеттің жанашырынан алған Асқартау ағатайымыздың қос жиырмабесі, ертең жасы 50 жас мерейтойымыз тағыдан құтты болсын. 50-де мінекей ел анасы болған Асқартау ағатайымыздың қара шаңырағында бір емес екі бірдей қуаныш. Қазақта балаңды өскенше, немереңді өлгенше бағасын деген қанатты сөз бар. Бүгін Алла берген мінекей балапаның немеремнің де бір жасы сол кесірде баршаңыздың басында осы қос қуаныш құтты болсын.